Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге жансая, сіздерге ауызашарға осындай өте керемет оңай жасалатын салат дайындауға кеңес беремін. Менің арнамнан түрлі рецепттер табасыздар, сондықтан да жазылып, қоңырау кестесін басуды ұмытып кетпеңіздер. Бұл салатты дайындау үшін барлық ингредиенттер описанияда жазылып тұр. Ең алдымен біз қиярымызды алып, видеодағыдай ұсақша 4 бұрышты етіп, жақсылап тұрып барлығын турап аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп турап аласыздар. Кейін осы тураған қиярларымызды белгілі бір ыдысымызға салып аламыз. Және де оның қасына біз тәтті бұрыш, яғни болгар бұрышын, қызылын алып, жақсылап тұрып, оны да тура қиярдың көлемінде етіп, 4 бұрыштілеп жақсылап турап аламыз. Видеода барлығы көрсетілген, сондай етіп турап аласыздар. Оны да жаңағы қиярдың қасына қосасыздар. Кейін осы көкөністеріміздің үстіне банкадағы жүгеріні, қызыл фасольді және де ақ фасольді салып аламыз. Және де татымына қарай тұз, бұрышымызды салып, және де сұйық май, яғни өсімдік майын құясыздар. Кез келген қалауларыңызға байланысты зәйтүн не болмаса өсімдік майын салып, жақсылап тұрып, тұзы сіңгенше жақсылап араластырып аласыздар. Әбден араластырып алыңыздар міндетті түрде. Міне осындай өте керемет, қарапайым, өте дәмді салат шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, лайк басуды ұмытпаңыздар.